Бүгін 10 сынып оқушылары үшін 4 тоқсанда қарастырылатын электромагниттік құбылыстар, магнит өрісі тақырыбын қарастыратын боламыз. Жалпы енді магнит өрісі дегеніміз не ол? Оның қандай қасиеттері бар? Соны осы видеода қарастыратынымыз бірінші магнит өрісінің қасиеттері, соның ішінде оның материяға жататындығы, магнит өрісін электр тоғы тудыратындығын дәлелдейік. Магнит өрісі өткізгішке қалай әсер етеді? Оны ампер күші дегеніміз не? Магнит өрісі қозғалыстағы зарядқа әсер етеді екен. Лоренц күші дегеніміз не? Олардың бағытын қалай анықтауға болады? Соңғы заттардың магниттік қандай қасиеттері бар, сол туралы қарастыратын боламыз. Жалпы 1820 жылы Эрстед осы магнит өрісін қалай пайда болатындығы туралы тәжірибе жасаған. Ол тоқ көзіне кілт арқылы катушкаға қосылғанда тоқ жүрген. Осы тоқтың қасына магниттік тілшелерді орналастырған кезде, егер осы тізбекті тұйықтаған кезде, немесе электр тоғы жүрген кезде, мына тілше айланатын болған себебі тоғы бар өткізгіштің маңайында магнит өрісінің болатындығын дәлелдеген. Енді осы магнит өрісінің сипаттамалары, мысалы, қандай да бір темір ұнтақтарын қағаздың бетіне қойып, тоғы бар өткізгішті орналастыратын болсақ, онда осы тоғы бар өткізгіштің маңайында темір ұнтақтары мына сияқты шеңбер жасап орналасатын болады. Бұл шеңбер магнит өрісінің күш сызықтары деп аталады. Демек, магнит өрісі кез келген тоғы бар өткізгіштің маңайында шеңбер жасап орналасатын болады. Және тұйық өткізгіш болады. Оның басталуы да, аяқталуы да болмайды. Сондықтан оны құйынды өріс деп атайды. Магнит өрісі құйынды өріске жатады. Жалпы магнит өрісі ол материяға жатады, көзге көрінбейді. Тек қана оның бар екендігін біз санамыз арқылы, миымыз арқылы білетін боламыз. Ал көрнекті етіп, мынандай тәжірибе жасауымызға болады. Енді осы магнит өрісінің ол бағыты болады. Магнит өрісінің шамасын магнит индукция векторы V әріпімен белгілейміз. Енді сол магнит өрісінің бағытын қалай анықтайды? Магнит өрісінің бағыты міне тоғы бар өткізгіш. Егер өткізгіштегі тоқ жоғары қарай бағытталатын болса, онда индукция векторы сағаттың тіліне қарама қарсы бағытталады. Оны қалай анықтаймыз? Оны мынандай бұрғы ережесімен анықтаймыз. Бұрғының ілгерілемелі қозғалысы тоқтың бағытына сәйкес келу керек. Сондағы бұрғы сабының бағыты бұл индукция векторының бағыты немесе магнит өрісінің бағытын көрсететін болады. Міне осы бұрғы ережесін дұрыстап, оқып, танысып алыңыздар. Енді магнит өрісінің бағытын бұрғы ережесінен басқа оң қол ережесімен де анықтауға болады. Міне, оң қолдың бармағын тік ұстаған кезде ол тоқтың бағытына сәйкес келеді. Сондағы мына төрт саусақтың бағыты индукция векторының бағытын көрсететін болады. Енді келесі сұрағымыз магнит өрісі қозғалыстағы өткізгішке әсер етеді дедік. Оны анықтау үшін мына тоқ көзіне кілт арқылы өткізгіш сымдарды қостық, міне жалға тізбекті тұйықтадық. Енді осы өткізгішке, мына ұзындығы ел болатын өткізгішке магнит өрісін жақындататын болсақ, онда мына өткізгіш былай қарай тербеледі. Өткізгіш қозғалады. Ал егерде магнитті алып тастасақ, онда өткізгіш қозғалмайтын болып қалады. Қайтадан алып келетін болсақ, мұнда мына магнит өрісінде мына өткізгіш қозғалады. Демек, мына магнит өрісінде мына ұзындығы ел болатын өткізгішке қандай да бір күшпен әсер етеді. Ол күшті ампер күші деп атаймыз. Сол ампер күшінің шамасы
F-тен болады V L синус альфа. V дегенім магнит өрісі, I өткізгіштің бойымен өткен тоқтың шамасы, дельта L өткізгіштің ұзындығы, альфа индукция векторы менен өткізгіш арасындағы бұрыштың синусу. Енді осы ампер күшінің шамасымен қоса бағыты болады. Ампер күшінің бағытын анықтау үшін сол қол ережесін анықтаймыз, қолданамыз. Сол қолымыздың алақанын жаза ұстағанда 4 саусақтың бағыты тоқтың бағытына сәйкес келу керек. Индукция векторы алақанымызға еніп тұратындай болу керек. Сондағы 90 градусқа қайырыла ұстаған бас бармақ ампер күшінің бағытын көрсетеді. Келесі, магнит өрісі қозғалыстағы зарядқа әсер етеді. Енді оның магнит өрісінің қозғалыстағы зарядқа әсер ететіндігін біз неден көруге болады? Мысалы, біз ұялы байланыс кезінде телефонымызды қосқанда, немесе біреуге хабарласқан кезде телефоннан заряд космосқа кетеді. Сол космосқа кетіп бара жатқан қозғалыстағы зарядқа жердің магнит өрісі әсер етеді, қандай да бір күш әсер етеді. Ол күшті біз Лоренц күші деп атаймыз. Немесе Лоренц күші магнит өрісіндегі әрбір зарядқа әсер ететін магнит өрісінің күшін біз Лоренц күші дейміз. Қозғалыстағы зарядқа магнит өрісі әсер етеді. Ал егер заряд қозғалмайтын болса, онда Лоренц күші нөлге тең. Ол Лоренц күшінің шамасын анықтауға болады. Q0 V синус альфа атты формуласы бар. Q0 бұндағы қозғалыстағы зарядтың шамасы, V жылдамдығы, V магнит индукция векторы, синус альфа индукция векторы менен зарядтың арасындағы бұрыш. Енді осы заттың магниттік қасиеттері орын алады. Біз тұрақты магниттер үшке бөлінеді. Ферромагнетиктер, парамагнетиктер және диамагнетиктер болып үшке бөлінеді. Мысалы, темірді, алюминийді, мысты алайық. Егерде біз магнитті темірге апаратын болсақ, онда өте жақсы жабысып қалатын болады. Ал мысқа апаратын болсақ, сәл ғана, ақырын ғана әсер байқалады. Ал алюминийге апарғанда мүлдем магнит жабыспайтын болады. Бұл нені көрсетеді? Өйткені темірдің сыртындағы магниттік қасиеті өте күшті болады да, ол әлсіз өрістерді күшті магнит дейтін болады. Ферромагнетик дегенім өтімділігі бірден өте үлкен болатын заттарды ферромагнетиктер деп атайды. Парамагнетик дегеніміз магнит өтімділігі бірден үлкен болатын заттарды біз парамагнетикке жатқызамыз. Ал магнит өтімділігі өте бірден кіші болатын магнетиктерді диамагнетиктер деп атайды екенбіз. Осы ферромагниттердің енді мысалы темір өте күшті магниттеледі. Себебі сыртқы магниттік өріс әсерінен сыртқы өріс бойында домендердің бағытталуы болады, электрондардың қозғалысына бағыттас болады. Өріс кернеулігінің жоғарылауымен байланысты өрістің бойында бағытталған домендер саны өседі. Өріс бойында бағытталған барлық моменттер болғанда қанығу пайда болады, немесе тоғызы максимал мәнге жететін болады. Жердің сонымен қоса біз жер зарядталған шар деп қарастырамыз. Жердің маңайында магнит өрісі бар, сондықтан космостық байланыстар, ұялы байланыстар осылай жердің магнит өрісінің әсерінен жүзеге асатын болады. Міне балалар, бүгінгі менің магнит өрісі жайлы сіздерге айтқан немелерім, құбылыстар түсінікті болса, өте үлкен қуаныштымын. Назарларыңызға рахмет. Бүгін 8-10 сыныптарда қарастырылатын электр тоғының химиялық әсері, электролиз заңын қарастыратын боламыз.
Жалпы электр тогы сүйүк аркылы электр тогу жүрөт. Осуну аныктау үчүн кандай да бир ыдыска сүйүктү куюп, шам аркылы, килт аркылы ток көзүнө косамыз. Килтти коскон кезде шам жанбайт. Демек, мына сүйүк өзүнүн боюнан электр тогун өткүзгөн жок. Енді осы мына сүйүкка купр эмесе 4, мисалы кышкылдын бир калдыктарын куятын болсак, онда ток көзүнө кайтадан коскон кезде мына шам жанатын болот. Себеби мына ыдыстын ичинде катод жана анод деп аталатын эки электрод матырылган. Сонда сүйүктүн ичиндеги молекулалар, купр эмесе 4-тің молекулалары оң және терс иондарга ыдырайт, плюс минус иондарга ыдырайтын болот. Мындай кубулушты электролиттик диссоциация деп атайт. Енді осы тәжірибені кайтадан аныктап карастыратын болсак, міне балалар, катод және анод деп аталатын эки электрод мындай сүйүктүн ичине матырылган. Демек, мына сүйүктүн ичинде электр тогун өткүзөтүн электролит куюлган. Өйткөнү шам жанып тур. Килт аркылы коскон кезде мына ток көзү шам жанды. Демек, сүйүк аркылы немесе электр тогу өттү. Электр тогун өткүзөтүн сүйүктү электролит деп атайды. Сондагы электролиттердеги электр тогу дегенimiz оң және терс иондардын карама-каршы багытталган реттелген козгалысы. Барлык терс иондар оң анодко карай, барлык агиндеги оң иондар катодко карай козгалатын болот. Немесе зарядталган бөлчөктөрдүн реттелген козгалысы катод менен аноддо электролит аркылы электр тогун тасымалдап, сүйүк аркылы электр тогун тасымалдайтын бөлчөктөрдү иондар деп атадык. Осы кубулушты электролиттик диссоциация деп атадык. Молекулалардын, электролиттердин сууда эриген кезде онун балкыганда аниондар мен катиондарга ыдырау процесси электролиттик диссоциация деп атадык. Кайталап айтам. Купр эмесе 4-тің молекулалары оң және терс иондар ыдырады. Осы кубулушты электролиттик диссоциация деп атайды. Міне осы кубулушты аныктап көргүлөрүң келетін болса, мына сүйүктүн ичиндеги электр тогуна коскон кезде міне шам жанып тур. Ток көзүнө косуп отурмуз. Сонда міне терс иондардын барлыгы анодко карай, оң иондардын барлыгы катодко карай козгалатын болот. Сүйүк аркылы электр тогу жүрдү. Осуну электролит деп атайдык. Электролиттердеги иондардын хвосттук козгалышы болот. Ол электролит аркылы электр тогун өткүзөтүн болса, олардын козгалышы реттелет. Оң иондар агиндеги катодко карай, терс иондар анодко карай багытталатын болот. Сону менен биз күндөлүктүү өмүрдөгү колдонатын суумуз, олар дистилденген суу. Олар электр тогун өткүзбөйт. Ал электр тогун өткүзөтүндөр туздардын, кышкылдардын суудагы эритиндилери. Сондуктан да олар электр тогун өткүзөт, немесе электролиттер деп атадык. Мына суретте агиндеги катод жана аноддагы электр заряддарынын козгалышы көрсөтүлгөн экен. Купр эмесе 4 купрумдун 2 оң ионуна, эсе 4-тің 2 терс ионуна ыдырады. Электролиттик диссоциация деп атадык. Осуган орай Фарадей заңы эмтең болду. Осы электродтан бөлүнгөн заттын массасы эмтең болду. КИТ формуласы боюнча аныкталатын болот. Мына электролит өзүнүн боюнан электр тогун өткүзүп гана коймай, бир электроддон зат бөлүнүп, экинчи электродко зат жабысатын болот. Осы кубулушты электролиз деп атайт. Электролит балкымасы немесе эритиндиси аркылы турактуу электр тогу өткөндө электроддо жүрөтүн бирөө тотугады, экинчиси тотуксузданат. Немесе физикалык тил менен сүйлөшүп айтсак, бирөөнөн зат бөлүнөт, экинчисине зат жабысат. Осы кубулушты электролиз деп атайды экенбиз балалар.
Электролиз заңын, электролиз құбылысын анықтаған ағылшынның ұлы ғалымы Фарадей болған. Осы құбылысқа орай ол кісі мынандай заң тағайындаған. Электродтан бөлініп шыққан заттың массасы, әгіндегі электролиз кезінде электродта бөлінген заттың массасы электролиз арқылы өтетін электр мөлшеріне тура пропорционал. Осыны Фарадей заңы деп атайды. М тең болады КQ. Электродтан бөлініп шыққан заттың массасы әгіндегі электродқа жабысқан зарядтың зарядына тура пропорционал. Ал немесе Q дегенім I мен T-ның көбейтіндісі болған, М тең болады КИТ. Мұндағы К электрохимиялық эквивалент, I тоқ күші, Т уақыт болып есептеледі. Сонымен электролит ерітінділеріндегі электр тоғы, электролиз заңы, электролиздің қолдануы қай жерде болатын болды? Тұздардың, қышқылдардың, сілтілердің ерітінділері, сонымен қоса тұздар мен металдардың қорытпалары электролиттер деп атайды. Немесе электр тоғын өткізетін сұйық электролит деп атады. Ал ерітінділерде еріткіштің әрекетінен иондарға ыдырауы электролиттік диссоциация деп атады. Молекулалар оң және теріс иондарға ыдырады, оны электролиттік диссоциация деп атадық. Ерітінділерде зарядта тасымалдаушылар оң және теріс иондар болып табылады. Міне электролиттердегі электр тоғы дегенім оң және теріс иондардың қарама-қарсы бағытталған реттелген қозғалысы болып табылады. Электролит арқылы тоқ өткен кезде электродта заттың бөлініп шығу процесі электролиз деп аталады. Енді балалар, ең бастысы біз осыларды есеп шығаруға қолданамыз. Мен сіздерге мынандай 4 есеп ұсынып отырмын. Электролит арқылы 1,5 ампер тоқ өткенде 5 минуттың ішінде катодта 137 миллиграмм зат жинақталған. Бұл қай зат? Осы есептерді мен келесі слайдта шығарып көрсеттім. Сіздер қараңыздар, көріңіздер. Мына жерде массасы 1,5 ампер тоқ, уақыт 5 минут, массаны белгілі, кан табу керек. М тең болады КИТ формуласы бойынша каны анықтадық, массаны ИТ-ға бөлеміз. Сонда сан мәнін орнына қойғанда 0,6 дәрежесі. Кестеде заттың электрохимиялық эквиваленті 0,6 дәрежесі болатын. Бұл элемент мыс. Демек, бұл мыстың болғаны. Сол сияқты екінші, үшінші, төртінші есеп дәл осы электролиз заңы бойынша анықталатын болды. Формула М тең болады КИТ. 3 есепте де осыны пайдаланып. Мына жерде де есеп шығару үлгілерін көрсеттім. Міне балалар, бүгінгі электролиз заңын қолданып теорияға, практикаға, демонстрациялық тәжірибелер арқылы осы электролиз заңын қолдануға болады екен. Міне сонымен бүгінгі сабағым сіздерге ұнаса, менің каналыма жазылып, тіркеліп, аяғына дейін көріп, есеп шығаруды үйреніп, сабақтарыңа қолдана берулеріңізге болады. Тыңдағандарыңызға көп рахмет. Қайырлы күн, оқушылар. Бүгін электр тоғы жылулығы әсері Ленц заңы 3-ші тоқсандағы 8-ші сыныптың материалын қарастырайық. Жалпы электр тоғының жұмысы дегеніміз не ол? Электр тоғының бар екендігін біз плитканы қосқан кезде, не болмаса пешті қосқан кезде оның жылулығы әсерін байқаймыз. Сонда электр тоғының жалпы жылулық, химиялық, магниттік, биологиялық әсері бар екендігін білеміз. Осы арқылы электр тоғы, нақты айтқанда электр тоғының көзі жұмыс жасап тұр деген сөз. Мысалы, тоқ өткенде өткізгіш қызады. Соның салдарынан оның ішкі энергиясы өзгереді. Ал ішкі энергиясының артуынан тоқ жұмыс атқарады. Енді сол жұмыс А әрпімен белгіленеді. А тең болады Q көбейтілген У
немесе токтың жұмысы зарядты кернеуге көбейткенге тең болады. Енді электр тоғының біз жылулық әсері деп жатырмыз ғой балалар. Электр тоғының жылулық әсерін күнделікті өмірде біз қолданып жүрміз. Мысалы, мына жерде плиткада тамақ пісіреміз, мысалы, немесе электр үтікпенен киімімізді үтіктейміз. Мына чайнекпенен тоққа қосу арқылы чайымызды қайнатамыз. Сонда бір сөзбен айтқанда электр тоғы жұмыс атқарады. Біздің суымызды қайнатады, киімімізді үтіктейміз, тамақ пісіреміз. Енді өткізгіштердегі электр тоғының әсері қызуын екі жерде екі ғалым анықтаған. Бірінші ағылшын ғалымы Джоуль Англияда, екіншісі Ленц, бұл Россияның ғалымы. Екі жерде, сондықтан Джоуль-Ленц заңымен анықталады. Ол Джоуль-Ленц заңы өткізгіш қызған кезде одан жылу мөлшері бөлініп шығады. Формуласы Q тең болады I квадрат көбейтілген RT, не болмаса IUT, немесе U квадрат бөлінген R көбейтілген T формуласы бойынша анықталады. Мұна формулада осы өткізгіштегі жылу мөлшерін анықтайтын мына жерде тәжірибе көрсетілген. Бір қандай да бір сұйықтың ішіне құйылған сұйық арқылы электр тоғы жүрген. Мысалы, біз чай қайнатып жатырмыз. Осы қанша жылуды қабылдадық. Мына жердегі тізбектей қосылған амперметр тұр, параллель қосылған вольтметр тұр. Кілт арқылы қосылдық. Мына жердегі сонда қандай да бір уақытты біз сағатты белгіледік. Сонда қанша жылу мөлшері пайдаланғандығымызды есептеуге болады. Электр тоғының қуаты. Қуат дегенім ток күші менен кернеудің көбейтіндісін айтады. Өлшем бірлігі 1 ватт. Мысалы, мына вольтметр және амперметр арқылы мына кедергісі мына өткізгіштің тұтынған қуатын анықтауға болады. Мынандай сендерге өздеріңе эксперимент жүзінде ұсынып отырмын. Амперметр, вольтметрді пайдаланып, ток көзін пайдаланып, кілтті пайдаланып, мынандай тізбек құраңдар. Схема берілген. Амперметр, вольтметр міндетті түрде мына чамға параллель жалғаймыз. Сондағы осы чамның бойындағы қандай да бір уақыттың ішіндегі жұмысты анықтауға болады, және осы чамның пайдаланған қуатын да анықтауға болады. Енді біз анықтауға болады деп жатырмыз балалар. Жалпы электр тоғының қанша жұмыс атқарды, оны әрбір үйде қолданатын счетчик, есептегіш, санағыш қондырғылар тұрады. Сонда біз қанша, мысалы, бір айдың ішінде қанша электр тоғын пайдаландық, немесе бір айдың ішінде электр тоғы қанша жұмыс атқарды, сондығын электр санағыш әгіндегі қондырғылар қолданылады. Енді сендерге мынандай бір есеп ұсынып отырмын. 10 минуттың ішінде шығаруға тырысыңдар. Егер қалталы фонар шамы кернеуі 3,5 вольт, ток күші 0,28 ампер болса, ондағы электр тоғы 5 минутта қанша жұмыс атқаратындығын табу керек. Екінші есепте, егер резистордағы ток күші 10 миллиампер, кедергісі 4 килоом, 10 минуттың ішінде қанша жылу бөлініп шығады. Міне осыларды мен сендерге есепті шығару үшін есептің берілгенін жазып көрсетіп қойдым. Балалар есеп шығарып та үйреніп алыңдар. Мысалы, міне кернеу 3,5 вольт, ток күші 0,28 ампер, 5 минуттың ішінде қанша жұмыс атқарады. Жұмыс А тең болады IUT формуласы бойынша анықталады. I-дің орнына 0,28 ампер, кернеудің орнына 3,5 вольтты қойдық, ал уақытты 5 минутта 60-қа көбейтіп секундқа айландырдым 300. Үшеуін көбейтетін болсам 294 джоуль жұмыс атқарылып тұр. Бірінші есеп. Екінші есептерімізде ток күші берілген, кедергі берілген, уақыт берілген, сондағы жылу мөлшерін табу керек. Жылу мөлшері атқарылған жұмысқа тең. А тең болады I квадрат RT, не болмаса Q тең болады I квадрат RT. Джоуль-Ленц заңын қолдандық.
идің квадраты мына жерде 10-ның минус 2 дәрежесі тұр, квадраты 10-ның минус 4 дәрежесі болады. Кедергі 1000-ға тең, уақыт 600-ге тең. Көбейтетін болсам 60 джоуль жылу мөлшері бөлініпті. Үшінші есепте кедергісі 1 килоом немесе 1000 ом, кернеу 100 вольт, 10 минуттың ішінде 600 секунд демек, жылу мөлшерін табу керек. Жылу мөлшері Джоуль Ленц заңы бойынша U квадрат бөлінген RT формуласын қолданамыз. U-ды квадраттаймыз балалар. 100-дің квадраты 10-ның 4 дәрежесі. Кедергі 10-ның 3 дәрежесі 600-ге көбейттім. Сонда 6000 джоуль немесе 6 кило джоуль. Соңғы төртінші есепте кернеу менен тоқшы берілген, кедергі берілген, 5 минут уақыт берілген. Сондағы жылу мөлшерін анықтау керек. Жылу мөлшерін IUT формуласын қолданамын. Тоқшы 5,2, кернеу 2 вольт, керісінше көбейтілген уақыт 300, көбейтетін болсам 3120 джоуль осындай жылу мөлшері пайдаланды балалар. Міне өстіп есеп шығаруға қолдануға болады. Бүгінгі менің жылу мөлшерін, электр тоғының жұмысы менен қуатын пайдалану тақырыптарым ұнайтын болса, енді менің каналыма тіркеліп, келесі видеомда тосып жүріңдер, есеп шығарып үйреніп алыңдар. Сабақтарыңа өте пайдалы, бүгінгі жақсы ақпарат бердім деп есептеймін. Қош сау болыңдар, келесі кездескенше. Қайырлы күн. Бүгін физикадан 10-шы сыныптардың 4-ші тоқсандағы жазылатын БЖБ тапсырмаларын талдайтын боламыз. Магнит өрісі бөлімі бойынша жиынтық бақылау жұмысы. Орындалу уақыты 25 минут балалар. Мүмкіндігінше бірнеше екінші нұсқаларын талдайтын боламыз. Ал бұл тарауда сендер магнит өрісі, заттың магниттік қасиеттерін қарастырғасындар. Тапсырма тоқ көзі, жалғағыш сымдар, жүрекше, катушка және ұсақ металдарды пайдаланып магнит немесе электромагнит жасау керек. Бізде мынандай құралдар берілген. Енді тізбекті қалай құрастырамыз? Катушкаға жүрекшені кіргізіп, жалғағыш сымдар арқылы тоқ көзіне жалғаймыз. Сонда магнит өрісі бірнеше есе артып, ұсақ темірлерді өзіне тартады. Бұл электромагнит деп аталады. Міне мынау жалғағыш сымдар, тоқ көзі берілген және бірнеше темір үгінділері берілгеніне. Ал сонда мына магнитті сол катушкаға ішіне енгізгенде бұл электромагнит болады. Енді екінші тапсырмамызда ұзындығы 0,2 метр, өткізгіш магнит индукциясы 4 Тесла магнит өрісінде 30 градус бұрыш жасап орналасқан. Өткізгіштің 2 ампер тоқ магнит өрісі тарапынан әсер ететін күштің шамасын табу керек. Қолданатын формуламыз ампер күші балалар. F тең болады V/I/L синус альфа. Бізде индукция берілген 4 Тесла, 2 тоқ күші 2-ге тең, ал ұзындығы 0,2 метр, синус 30 градуста 2-ден 1-ге тең. Жауабы 0,8. Үшінші біртекті магнит өрісінде оның индукция векторының бағытына перпендикуляр бағытпен оң зарядталған бөлшек белгілі бір жылдамдықпен ұшып келеді. Бұл магнит өрісінде бөлшек қандай бағытта қозғалады? Бұл енді Лоренц күші әсер етеді, жоғары және шеңбер бойымен бағытталатын болады. Соленоидта магнит өрісі қалай жүреді? Сіз өзекті магниттің көмегімен солтүстік-оңтүстік полюсын қалай анықтай аласыз және оны түсіндіру керек балалар. Мына жақта S магнит өрісінің бұл оң полюсы, ал N магнит өрісінің теріс полюсы. Магнит өрісі оң полюстен S-тен N-ге қарай бағыт алады. S оңтүстік, N солтүстік дедік. Магнит индукцияның тоқтың бағыты S-тен N-ге қарай, сонда бұрғы сағаның бағыты магнит индукция векторының бағытын көрсететін болады. Магнит өрісінің бағыты сағат тіліне бағыттас бұрғы ережесі бойынша. Формула оның қолданылуын сәйкестендіру керек.
Біріншіміз ол D менен сәйкес жазып қойдым, түзу сымның магнит өрісі. Екіншісі бұл В менен сәйкес сым орамның магнит өрісі болып табылады. Ал үшіншісі А менен сәйкес соленоидтың магнит өрісі балалар. Ал 6-шы тапсырмамызда актив бөлігінің ұзындығы 4 см, өткізгіштегі токтың күші 20 амперге тең, индукция 10 милли тесла. Біртекті магнит өрісінде орналастырған, егер өткізгіш сымның сызықтарына перпендикуляр 10 см орнын ауыстырса, ондағы атқарылған жұмысты табу керек. Сонда А тең болады F көбейту S формуласы бойынша. F-тің орнына ампер күші қойылады, В, I, L, S өзі жазылады. Синус альфа 90 градуста 1-ге тең болады. Сондағы мәндерін орнына қойып есептейміз. 10 оның минус 3 дәрежесін 20, 4 оның минус 2 дәрежесін 0,1-ге көбейтсем 0,8 милли тесла жұмыс атқарылатын болады. Зат түрі және оның сипаттамасына оның магнит өрісіне әсерін сәйкестендіру керек. Заттың түрлері берілген. Диамагнит бұл бірден кіші болатын, магнит өрісінде қатты әлсірететін болады. Ал оның парамагнит ол бірден үлкен болады. Бірден үлкен бұл сәл күшейтетін болады. Ал ферромагнетик ол магнит өтімділігі бірден өте үлкен болады. Ол қатты күшейтетін болады. Міне осыларды бір-бірімен сызуға да болады. Не болмаса мен жазып қойдым балалар, сызсам кішкене чимай болып сендерге түсініксіз болып кетеді. Енді екінші нұсқаны қарастырайық. Екінші нұсқада магниттер және олардың қолданылуына мысал келтір. Бұл әлемдегі ең күшті тұрақты магниттер болып табылады. Ол темірнен және бір бордан тұрады. Ал екіншіден ұшақ пен зымыран жасауға қолданылады және лазерлік материалдарға арналған бұлар құймалар болып табылады балалар. Магниттік қасиеттер өте күшті. Ал екі болады кезектің біреу магниттелген, нақты қайсысы магниттелген екенін кесектерді ғана қолданып қалай анықтауға болады. Бұл екінші темір ұнтақтарына әсеріменен анықтауға болады. Егер де темір ұнтақтарын қойсақ, онда темір ұнтақтар жиналып шеңбер жасап орналасатын болады. Демек, оның магнит өрісінің бар екендігін көруге болады. Шексіз түзу сызықтың ток күші 20 ампер, өткізгіштің 5 см қашықтықтағы нүктедегі магнит индукциясын анықтау керек. Берілген жаздық балалар, міне берілген жаздық. Ал өтімділігі 4 пи оның минус 7 дәрежесі ньютон ампер квадрат. Бұл тұрақты шама магнит өтімділік. Ал сондағы шексіз түзу өткізгіштің магниті өрісі нью нолевой H болады. Бұндағы H бұл кернеулік, магниттік кернеулік деп аталады. H-тың формуласы I бөлінген 2 пи R-ға тең болады. Ал осыдан H-ты бөлек тауып алуға да болады бізде. Ал сондағы магнит өрісі нью нолевой I бөлінген 2 пи R-ға тең. Мәндерін орнына қойып есептейміз. Пилар қысқар кетеді. Сонда теңдік 8 оның минус 5 дәрежесі теслаға тең болды. Төртінші, радиусы 5,8 см дөңгелек тоқтың центріндегі магнит индукциясы 1,3 минус 4 дәрежесі тесла. Ток күшін анықтаңдар. Берілген жаздық R 5,8 см. Ал магнит индукциясы 1,3 минус 4 дәрежесі тесла. Ток күшін табу керек. Дөңгелек тоқтың центріндегі кернеулік H тең болады. I бөлінген 2R. Мұндағы V нью нолевой H-қа тең болған. Ал осыдан ток күшін сондағы жер ручка жазбай қалады балалар. Сондағы ток күшінің орнына қойып есептеген кезде 1,2 көбейтілген 10 немесе 12 ампер. Бесінші, заряды 10 микрокулон және массасы 1 миллиграмм электр зарядының тозаңы біртекті магнит өрісінде шеңбер бойымен қозғалады. Өрістің индукциясы 1 тесла, ал тозаңның жылдамдығы 5 метр секунд болса, шеңбердің радиусын анықтау керек. Енді берілген жазайық. Q нолевой оның минус 6 дәрежесі.
Енді масса берілген, индукция берілген, жылдамдық берілген. Лоренц күшін м-ға теңестіремізде, аның орнына v квадрат бөліп r-ді қоямыз. Сондағы v менен v квадраттың біреуі қысқарып кетеді. Сонда біздің радиусымыз mv бөлінген q нолевой b. Мәндерін орнына қойып есептедік. 0,5 метр немесе 50 сантиметр. 6 циклотронның жұмыс істеу принципі кестеде берілген ақпаратқа сай шын немесе жалған екендігін белгілеу керек. Циклотрон бұл иондардың резонанстық циклдік үдеткіші, бұл шын балалар. Циклотронда протондар 10-20 мегаэлектровольтқа дейін өтіледі. Бұл шындыққа жатады. Мұндай өткізгіштер иондар көзі орналасқан орталықтан электромагниттің шетіне қарай шеңбер траектория бойымен айналады дейді. Бұл негізінде спираль траектория бойымен айналады. Сонда бөлшек металл электродтардың дуанттарының арасында саңылаудан ұшып өткенде жоғары жиілікті электр өрісінен қосымша энергия алады және үдей қозғалады. Бұл шын болып есептеледі. 7. Көлден қимасының ауданы 60 см квадратқа тең. Магнит ағыны 0,3 миллибеберге тең. Индукциясын табу керек балалар. Магнит ағын деген Vs. Сондағы V индукцияны табу үшін магнит ағынын S-ке бөлемін 0,15 Теслаға тең болады. Міне балалар, біз магнит ағыны, индукция, магниттер жайлы осындай қарастырып өттік. Бүгінгі енді менің видеом сіздерге ұнайтын болса, міндетті түрде каналыма жазылып, үнемі қарап, білімдеріңді толықтырып жүрулеріңе тілектеспін. Назарларыңа рахмет, сәттілік тілеймін. Қайырлы күн оқушылар. Бүгін 10 сыныптың 4 тоқсандағы жазылатын БЖБ жұмыстарын талдайтын боламыз. Тақырыбымыз магнит өрісі бөлім бойынша болатын болды. Берілген кесте бойынша диамагнетиктерді тауып жазыңдар. Магнетиктердің балалар 3 түрі болады. Ферромагнетик, диамагнетик, парамагнетик дегеніміз. Осының ішінде диамагнетик бұл магнит өтімділігі бірден кіші болады. Демек сутегі су, шыны, мырыш, күміс, алтын, мыс, висмуттар бұлар диамагнетикке жатады. Ал диамагнетик дегенім ол магнит өтімділігі өте әлсіз болатын, магнит өрісінде әсер беретін магнетиктерді айтады. Сондықтан біз диамагнетиктер бірден кіші болады. Ал ферромагнетиктер бірден үлкен болады. Ал парамагнетиктер бірге магнит өтімділігі бірге тең болады. Ал екінші тапсырма бойынша ферромагнетикке жататын материалдардың асын сызып көрсетіңіз. Ферромагнетиктер деген магнит өтімділігі бірден өте үлкен болатын, магнит өрісінде күшті магниттелетін заттарды айтамыз. Сондықтан темір, никель, болат, бұлар ферромагнетикке жатады. Үшінші, магниттік материалдардың қолданылуына екі мысал келтіріңіз. Магниттік материалдарды қандай мақсатта қолданады? Ферромагниттер бірден үлкен болғандықтан магнит өрісінде күшейе түседі. Сондықтан генератор, трансформатор жасау үшін қолданылады. Кюри температурасына дейін магниттік қасиетін сақтайтын болады. Төртінші, индукциясы 0,8 Тесла біртекті магнит өрісінде орналасқан активті ұзындығы 0,15 метр өткізгішке 4 ньютон күш әсер етеді. Тоқ күші магнит индукция сызықтарына перпендикуляр болса, шамасы неге тең болатындығын табу керек балалар. Енді бұл жерде магнит өрісі ұзындығы ел болатын өткізгішке әсер ететін. Бұны ампер күші деп атаймыз. Берілген жаздық В 0,8 Тесла, L 0,15 метр. Ампер күші 4 ньютон, тоқ күшін табу керек. Қолданатын формула F тең болады V, I, L синус фи болды. Осыдан тоқ күшін табу үшін F-ті V, I синус фиға бөлдік. Күш 4 ньютон, индукция 0,8, өткізгіштің ұзындығы 0,15 метр. Сонда 4-ті 0,4-ке бөлсек, тоқ күші 10 ампер. Демек, өткізгіштің бойымен 10 ампер тоқ өткенде, өткізгішке 4 ньютон ампер күші
әсер етеді деген сөз балалар. Біз ампер күшінің модулын анықтадық. Онымен қоса ампер күшінің бағыты да болады. Ампер күшінің бағыты сол қол ережесі бойынша анықталады. Сол қолдың алақанын жаза ұстағанда индукция векторы алақанға еніп тұратындай болу керек. Ток күші 4 саусақтың бағытына сәйкес келеді. Ал 90 градусқа қайырыла ұстаған бас бармақ ампер күшінің бағытын көрсететін болатын болады. Енді 5-ші тапсырмамызда ұзындығы 3 ампер өтетін ұзындығы 30 см өткізгішке индукциясы 20 миллитесла магнит өрісінде 9 миллиньтон күш әсер етеді. Магнит индукция векторы мен ток күшінің арасындағы бұрышты табу керек. Берілген жазамыз. Ток күші I 3 ампер, L 30 см немесе 0,3 метр болады. Индукция 20 миллитесла немесе 20⁻³ дәрежесі. Күш 9 миллиньтон болған. Ампер күшінің формуласын жазу керек. Ектен болады V I L синус альфа. Бұл ампер күші. Берілген формуладан бұрышты өрнектейміз. Синус альфаны табу үшін ампер күшін V I L-ге бөлеміз. Оның мәнін есептеп табамыз. Синус альфаны табу үшін 9⁻³ дәрежесін 20⁻³ дәрежесі өткізгіштің ток күші 3 ампер, ұзындығы 0,3, сонда -10⁻³ дәрежелер қысқарып кетеді. Алымында 9, бөлімінде 18, сонда 2-ден 1 немесе альфа 30 градус болды балалар. Сонда индукция векторы менен өткізгіштің арасындағы бұрыш 30 градус болды. 6-шы, бір текті магнит өрісінде ауданы 1 см квадрат рамаға әсер ететін максимал айналдырушы моменті 2 микроньютон. Рамадағы ток күші 0,15 ампер. Индукция векторының анықтау керек. Тағы да сол ампер күші бұл жерде ауданы 1⁻⁴ дәрежесі метр квадрат болады. 2 микроньютон көбейтілген метр микро⁻⁶ дәрежесі болады. Ток күші 0,15 ампер. Индукция векторын табу керек. Күш моменті дегенім күшпенен L-дің көбейтіндісі. Күштің орнына ампер күшін қоямыз, V I L-ді қоямыз. Бізде тағы бір L бар. Сонда L мен L ауданды береді. Сондағы индукция векторы V-ны табу керек болатын болса, V-ны тапқан кезде күш моментін I S-ке бөлеміз балалар. M бұндағы күш моменті деп аталады. Күш моменті орнына қойып есептейміз. 0,15⁻⁴ дәрежесі бөліміне жазылады. Индукция күш моменті 2⁻⁶ дәрежесі. Өрнекті ықшамдаймыз 4⁻2 дәрежесі немесе 40⁻³ дәрежесі немесе 40 миллитесла. 7-ші, индукциясы 0,2 тесла. Магнит өрісінде индукция сызықтарына 30 градус бұрыш жасай қозғалып келе жатқан протонға әсер ететін Лоренц күші 1,128 пиконьютон болса, протонның жылдамдығы қандай? Есеп Лоренц күшіне арналады. Альфа 30 градус. Индукция 0,2 тесла. В 1,28 пиконьютон. Берілген заряд протон. Соның жылдамдығын табу керек. Лоренц күші F-тен болады Q0 V синус альфа. Осыдағы протонның жылдамдығын табу үшін күшті Q0 V синус альфаға бөлеміз. Біздің күшіміз 1,128 пиконьютон болған. Заряд берілген, индукция берілген синус 30 градуста 2-ден 1-ге тең. Алым бөлімдерін ықшамдаймыз. Сонда 8,17 дәрежесі протонның жылдамдығы шықты. Келесі 8-ші тапсырмамызда өзекшесіз шарғы ішіндегі өрістің индукциясы 12 миллитесла болған шарғыға болат өзекшені енгізгенде оның индукциясы қанша болатындығын табу керек. Магнит өтімділік 8000-ға тең. V0 12 миллитесла, миллион⁻³ дәрежесі тесла болады. Өтімділік 8000-ға тең. V-ны табу керек. Сондағы формула V тең болады, нью V0 болады. Сонда өзекшесіз болғанда V0 болған, енді ішіне өзекше енгізгенде ол электромагнитке айналады.
немесе оны 8000-ға көбейтетін боламыз. Оның магнит өрісі 8000 есе күшейе түседі деген сөз. В нолевой бастапқысы, ал В-сы соңғысы болды. Сонда орнына қойып есептеймін. 8000-ды балалар, 8000-ды, нешеде 0 жазылмай қапты. 12 оның минус 3 дәрежесіне көбейткенде 960 96 оның 96 Теслаға тең болады. Ал міне балалар, біз осындай магнит өрісінде магнит өрісінің қасиеттері, ампер күші, Лоренц күштерін қолдана отырып, осындай 4-ші тоқсандағы жазылатын БЖБ-ларыңды талдадық. Енді мен сіздерге мынандай сұрақты айтқым келеді. Жалпы магнит өрісі қай кезде пайда болады? Магнит өрісі кез келген тоғы бар өткізгіштің маңайында болады. Ол магнит өрісінің қандай қасиеттері болады? Магнит өрісі материяға жатады. Қайырлы күн оқырмандар. Бүгін кезекті магнетизм тарауына есеп шығару жолдарын қарастыратын боламыз. Бұнда 100 есеп жауаптармен берілген. Бүгінгі осы видеом физика пәнін үйренушілер үшін және жоғарғы оқу орындарына дайындық үшін, әрине сіздер үшін арналады. Осы магнетизмнің арналған 100 есептің жауабын өздеріңізге ұсынып отырмын. Есепті өзде бірталай есептерді шығарып көрсетемін. Қалған есептерді өздеріңде шығарып, үйреніп, жауаптармен салыстырып отыруларыңа болады. Сонымен магнетизм дегеніміз не? Магнит кез келген зарядтың маңайында электр өрісі болады, ал қозғалыстағы зарядтың маңайында магнит өрісі болады. Осы кез келген тоғы бар өткізгіштің маңайында магнит өрісінің бар екендігін 1820 жылы Эрстед, Данияның ғалымы Эрстед ашқан болатын. Енді магнит өрісі материяның бір түріне жатады. Магнит өрісін күнделікті өмірде телевизиялық толқындар арқылы біз қолданамыз. Магнит өрісін магнит индукциясы арқылы анықтаймыз. Өлшем бірлігі Тесла. Магнит өрісінің формулаларын ұсынып отырмын. Магнит өрісінің негізгі қасиеттері: магнит өрісі ол тоғы бар өткізгішке, қозғалыстағы зарядқа әсер ететін болады. Магнит өрісінің күш сызықтары болады. Ол тұйықталған сызық және ол құйынды өріс деп аталады. Магнит өрісінің бағыты оң бұрғы ережесіменен анықталатын болады. Бұрғы ережесін қолданамыз. Магнит өрісінің N және S2 полюсі болады. Ал магнит өрісі ұзындығы ел болатын өткізгішке әсер етеді. Осы күшті ампер күші деп атайды. Формуласы F-тен болды VL синус альфа. Және магнит өрісі қозғалыстағы зарядқа әсер етеді. Ол Лоренц күші деп аталады. Лоренц күшінің формуласы Q нолевой VV синус альфа. Q нолевой қозғалыстағы заряд, V магнит өрісінің шамасы, ал V оның жылдамдығы болып есептеледі. Лоренц және ампер күшінің бағытын сол қол ережесі менен анықтайтын боламыз. Кез келген заттың магниттік қасиеті болады. Оны магнит өтімділік деп аталады. Магнит өтімділігін нью әрпімен белгілейміз. Оны кез келген ортадағы магнит өрісін вакуумдағы магнит өрісіменен салыстыратын болатынбыз. Заттың магниттік, ферромагнитті, парамагнит, диамагнит деп аталатын осындай 3 түрі болады. Ал магнит ағыны дегеніміз ауданы ес болатын өткізгішті тесіп өтетін магнит өрісінің шамасы магнит ағыны деп аталады. Магнит ағыны F әрпімен белгіленеді. Формуласы VS косинус альфа болып табылады. Осы магнит өрісінің әсерінен өткізгіште тоқ пайда болады. Оны электромагниттік индукция құбылысы деп аталады. Электромагниттік индукция заңы электр қозғаушы күші магнит ағынының өзгеру жылдамдығына тура пропорционал болады. Формуласы көрсетілді.
магнит өрісінің энергиясы L2 квадрат бөлу 2-ке тең болады. Магнит өрісінің әсерінен қозғалыстағы заряд мұнда шеңбер бойымен қозғалыс жасайтын болады. Жылдамдыққа оның күш векторына перпендикуляр болады. Енді осы есептерді талдайтын боламыз балалар. Контурдағы тоқ күші 8 ампер, магнит ағыны 4 вебер, индуктивтілігі неге тең? Тоқ күші 8 ампер, магнит ағыны 4 вебер, L табу керек. Магнит ағын дегенім L көбейтілген I, L-ді тапқанда магнит ағын I-ға бөлетін боламыз. 0,5 генри. 2 секундта тесіп өтетін магнит ағыны 10 веберден 0 веберге дейін бір қалыпты кемейді. Эпсилонды табу керек. Эпсилон дегенім электромагниттік индукция заңы бойынша F-тің тіға қатынасы жауабы 5 вольт болады. Энергия 16 есе азайса тоқ күші қалай өзгереді? L2 квадрат бөлу 2 формуласы бойынша I-ді тапқанда магнит өрісінің энергиясы түбір астына орналасатын болғандықтан және оған тура пропорционал болғандықтан біз түбір 16-тан түбір табамыз, 4 есе азаятын болады. Төртінші, индуктивтілігі 2 генри катушкадан тұрақты электр тоғы өтеді. Тоқ күші 3 ампер болғанда магнит өрісінің энергиясы неге тең? Магнит өрісінің энергиясы L2 квадрат бөлу 2 формуласымен анықталады. Жауабы 9 джоуль. Кедергісі 2 ohmның минус 2 дәрежесі Ом контур арқылы магнит ағыны 1 секундта 0,2 веберге өзгереді. Тоқ күшін табу керек. Берілген жаздық балалар. Эпсилон тең болады F-тің тіға қатынасы. Екіншіден, толық тізбек үшін Ом заңы бойынша эпсилон I менен R-дің көбейтіндісіне тең. Енді осының оң жақтарын теңестіріп тоқ күшін табатын болсақ, ол 10 амперге тең. Тоқ күші 0,25 секундтың ішінде 2 ампер бір қалыпты өзгеріп, 20 милливольт өздік индукциясы пайда болған индуктивтілікті табу керек. Электромагниттік индукция заңы бойынша эпсилон F-тің тіға қатынасы, F дегенім L менен I-дің көбейтіндісі, осыдан L-ді табамын. L тапқанда эпсилонды уақытқа көбейтіп, тоқ күшіне бөлемін. Жауабы 2,5 миллигенриға тең болады. Соленоидтағы тоқ күші 10 ампер болғанда 0,5 магнит ағыны пайда болады. Магнит өрісінің энергиясын табу керек. Негізінде магнит өрісінің энергиясы балалар L2 квадрат бөлу 2. Енді осы I квадратты I көбейту I деп ашып жазайық. Сонда мына L магнит ағынын береді. Сонда осындағы F-ті I-ға көбейтіп 2-ке бөлем. Жауабы 2,5 джоуль. 8-ші есепте кедергісі 0,2 Ом контур арқылы өтетін 0,4 вебер магнит ағыны 4 ампер тоқ тудырған магнит ағының өзгеру уақытын табу керек. Электромагниттік индукция заңы бойынша эпсилоным F-тің тіға қатынасы. Екіншіден, толық тізбек үшін Ом заңында эпсилон I менен R-дің көбейтіндісі. Осының оң жақтарын теңестіремде уақытты табамын. 0,5 секунд болады балалар. 10-ші есепте көлденең қимасының ауданы 20 см квадрат соленоидқа темір өзекшені енгізгенде магнит ағыны 0,4 вебер болса, вакуумдағы магнит индукция векторын табу керек. Бұл есептің негізінде физикалық мағынасы. Басында мынандай катушка берілген. Енді осы катушканың ішіне темір өзекшені енгізетін болса, онда мынаның магнит ағыны 25.000 есе артатын болады. Осыны электромагнит деп атайды. Бастапқысында сонда электромагнит енгізгеннен кейін, өзекше енгізгеннен кейін магнит ағыны F0 ню болған. F0-ды V0 көбейту S деп жазамыз. Сондағы бастапқы магнит индукциясын тапқанда магнит ағынын S көбейтілген ньюға бөлем. Орнына қойып есептедім. 0,8 миллитеста жауап шығады. Өзекшесі соленоидтың ішінде өрістің индукциясы V0 2 миллитесла. Соленоидқа болат өзекшені енгізгенде оның индукциясы қалай болатындығын табу керек.
болат өзөкче кийгизгенден кийин в нолевой көбөйтүлгөн U эсе артатын болот. Жабабы 16 тесла. Көлденең кыймасынын ауданы 200 см соленоидка болот өзөкчөнү энгизгенде ол аркылы 0,4 магнит агын өтсө в нолевой индукциясын табуу керек. Формула алдыңкы эсепке уксас балдар. 13-нчы эсепте орам саны 800 болатын катушка магнит агын 0,5 секундтун ичинде bir калыпты кемийди. Эпсилон 40 вольтка тең. Магнит агынын алгачкы мәнін табуу керек. Эпсилон дегеним эркинтеги катынасы. Ал экинчиден бул bir орам үчүн, энди эн орам үчүн болгондо энге көбөйтөбүз де сол энди сондагы F1-ди табамыз. Эпсилон көбөйтүлгөн дельта L бөлүнгөн эн мәндерин ордуна коюп эсептейбиз. Сонда 25/10 минус 3 дәрежесіне тең болот. Келесі 14-нчы есебімізде ауданы 40 см квадрат жазық бет индукциясы 0,5 тесла магнит өрісіне өрістің күш сызықтарына перпендикуляр болатындай етіп орналастырылған. Осы бетті тесіп өтетін магнит ағын анықтау керек. Есеп өте жеңіл есеп. Магнит ағын дегені В менен S'тің көбейтіндісі. Ток күші 4 ампер, магнит ағыны 8 вебер, индуктивтілікті анықтау керек. Есеп өздерің шығаруға болат балалар. Өте жеңіл есеп көрсетіп қойдым. 17-нче есепте 100 метр квадрат контур индукциясы 1 тесла магнит өрісіне орналасқан. Индукция жазықтығына магнит индукция векторы параллель болса, магнит ағын неге тең? Мынандай ауданы ес болатын өткізгішке магнит өрісі мынандай параллель орналасатын болса, онда мына ауданның ішіне ешқандай магнит өрісі енбейтін болады. Немесе магнит ағыны 0-ге тең болады. Ол перпендикуляр бағытталған кезде магнит ағыны максимал мәнге жетеді. Ал параллель болған кезде 0 болады. 18-нче есебімізде 0,1 секундтың ішінде ток күші 0,7 амперге тең өзгерген, электр қозғаушы күші 2,8 вольт. Сондағы индуктивтілікті табу керек. Электромагниттік индукция заңы бойынша эпсилон дегенім ол F-тің қатынасы. L менен I-дің көбейтіндісі уақытқа бөлінеді. L-ді тапқанда эпсилонды уақытқа көбейтіп I-ға бөлеміз. Мәндерін орнына қойып шығардық. 0,4 Генри балалар. 19-нчы есеп өте жеңіл есептердің қатарына жатады. 20-нчы есеп өте жеңіл. Магнит ағыны арқылы L-ді табамыз. Ал 31-нчы есепте 1 Генри катушкадан 2 ампер тоғы өтіп жатыр. 0,2 секундтың ішіндегі эпсилонды табу керек. Эпсилон дегеніміз электромагниттік индукция заңы бойынша F-тің қатынасы F-ті L деп ашып жазамыз. Сонда 10 вольт. 22-нчі есебіміз жеңіл есеп. 23-нчі есепте кедергісі 30 миллиом контур арқылы магнит ағыны 2 секундтың ішінде 12 милливеберге өзгерген. Ток күшін табу керек. Электр қозғаушы күші біріншіден F-тің қатынасы болса, екіншіден I менен R-дің көбейтіндісі, екеуінің оң жақтарын теңестіреміз де ток күшін табамыз. Ал 24-нчі есеп өздерің шығаратын есептер балалар. 25 магнит ағын деген VS косинус альфа. Сондағы мәндерді орнына қойып есептейміз. 27-нчі есепте зарядталған бөлшек бір текті магнит өрісінде перпендикуляр бағытта қозғалады. Магнит өрісінің индукциясы 2 есе ұлғайғанда қозғалыстың радиусы қалай өзгереді? Бұл жерде оқығанда балалар бір ғана шама өзгеріп тұр. В магнит өрісі 2 есе ұлғайған радиусты табу керек. Магнит өрісінде заряд шеңбер бойымен қозғалыс жасайды. Сонда магнит өрісінде қозғалған зарядқа біріншіден Лоренц күші әсер етеді, екіншіден Ньютон екінші заңы бойынша ема. Ал аның орнына V квадрат бөлу R центрге тартқыш үдеуді қойдық. Сонда V квадрат пен V-ның біреуі қысқарды. Радиусты тапқанда МV бөлінген Q нолевой В. Сонда радиус мына индукция векторына кері пропорционал балалар. Бөлшектің бөлімінде тұрса кері пропорционал деп айтамыз. Кері пропорционал деген сөз мына ұлғаятын болса, онда кемейді деп айтамыз. Сонда
радиусы 2 есе кемитін болады. 28-ші есебімізде осыған ұқсас есеп Лоренц күшін ға теңестіріп, аның орнына v квадрат бөлі рді қойдық та, одан радиусты табамыз. Радиусты mv бөлінген q нолевой v арқылы 2 рет жазамыз. Электрон үшін және протон үшін қатынасын табамыз. 2,3 дәрежесі не тең болады. 29-ші есепте Лоренц күшін тағы да ға теңестіру керек. Аның орнына v квадрат бөлі рді қойдық та, радиусты таптық. 40 метр болды. 30-ші есебімізде индукциясы 0,1 Тесла магнит өрісінде радиусы 10 см чеңбер сызылған жылдамдықты табу керек. Лоренц күшін әгіндегі ға теңестіріп, аның орнына v квадрат бөлі рді қойып, бір жылдамдықтар қысқарып кетеді, қалған жылдамдықты табамыз. 31-ші есебіміз дәл сол текстте шығарылатын есеп. 32-ші есебімізде сол Лоренц күшін ға теңестіреміз. Міне балалар, осы сияқты арғарай дәл алғашқы айтылғандай қалған есепті өздеріңе шығаруға ұсынайын балалар. Мысалы, индукциясы 0,1 Тесла ауданы берілген, тоқышы берілген, күш моментін табу керек. Күш моменті дегенім күш моменті әрпіменен белгіленеді. Пенен елдің көбейтіндісі дің орнына ампер күшін қоямыз. Мен ел ауданды береді содан. 45-ші есепте ампер күші берілген. Ампер күші арқылы біз осы ампер күшінің мәнін табамыз. Барлық мәндер белгілі, орны қойып есептеп шығарамыз балалар. 46-ші есептерің ампер күшіне